Адыраспан терең тамырлы көп жылдық өсімдік. Қазақстанның шөлейтті, сортаңды жерлерінде өседі. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады екен. Биіктігі 30-80 см болады. Адыраспанның бұтағы мен жапырағы, гүлі емдік мақсатта пайдаланады екен. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады екен. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып түтінімен бас ауруын емдейді, әрі жұқпалы сырқаты бар адамдар жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөп шайы гүлімен қосып қайнатады да онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит, гастритін емдейді. Аталған шөптің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады, сырқатты асқындармауға, тер шығаруға көмектеседі екен. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады, ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа, суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады екен. Адамның буыны сырқыраудан, аяқ-қолы қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен ауырған мүшені 3 мәрте булайды. Жел құздан қозған буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабығын қиып алып, шаншып буынға тарту керек. Малдың қотырын адыраспанды қайнатып жуған. Көп жағдайда суық тиіп, ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап, берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Қазақ халқы ұғымында адыраспанның киесі бар деп аяқ астына тастамаған, бәле-жаладан сақтайды деп кереге басына іліп қойған. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын-шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтандарды тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып, үйді аластайтын болған. Халықтың емдік шөппен үй ауасын тазартуына көңілге қонымды. Тағы да қызықты дерек айта кетсек, бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жауының ұлтарағына жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген. Ұлт азаттық қозғалысының қолбасшысы Батыр шешен Сырым Датұлын адыраспанмен улады деген дерек бар. Батырдың үзеңгісінде осы уды жаққан. Сырым Датұл у табаны арқылы жұққанын білген кезде жанындағыларға аяғын тізесіне дейін шауып тастауды сұрапты. Бірақ Батырдың аяғынан шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күрескен қолбасшы қаза тапқан.